Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің жасайтын пирогымыз осындай карамельді жаңғақ қосылған өте дәмді пирог. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған осындай жұмсақ сары майымыздың үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қант ұнтағын пайдалансаңыз, қамырыңыз жұмсақ болып шығады. Енді оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қопсытқыш, яғни разрыхлителімізбен ұнымызды араластырып, жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстіне қосамыз. Одан соң лопатканың көмегімен кішкене араластырып алсаңыздар болады. Сонан соң қолдың көмегімен қатты күш салмай, қамырымыз біріксе болды, көбейлеудің қажеті жоқ. Осылай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осындай нәзік болып шығады. Енді формамызды аламыз. Формамыздың диаметрі 24 сантиметр. Осылай кішкене бөлігін қамырдың алып қаламыз. Оны бетін әрлеу үшін пайдаланатын боламыз. Қолдың көмегімен астыңғы бөлігіне біркелкі етіп жеткізіп аламыз. Одан кейін шеттеріне бортики жасап шығамыз. Видеода көрсетілгендей ортасынан жанына қарай жылыштау отырып жаятын боламыз қамырды. Одан кейін формамыздың шетін осылай қолдың көмегімен шығарып аламыз. Астын бір тегіс етіп жаюға тырысыңыздар. Мінекей, енді қамырымыз дайындап қойдық. Енді карамельді дайындауға кірісейік. Ол үшін қантты қызып тұрған табаға орташа немесе баяу отқа қоямыз. Қатты отқа қоймаңыздар, біздің карамеліміз күйіп кетуі мүмкін. Орташа баяулау отқа қойып, осылай араластыра отырамыз. Осындай қоңырқай түске енеді. Түйіршіктер пайда болса қорықпаңыздар, олар ериді біртіндеп. Түйіршік қалмайтындай осындай болған кезде сливкемізде ыстық болуы керек. Аз-аздан салып, жақсылап араластырамыз, бірақ сливкемізді қайнатпаймыз. Қайнатуға дейін жеткіземіз ыстықтығын. Және де 3-4 бөлікке бөліп, осылай қосып, тоқтаусыз лопатканың көмегімен араластыра отырып, карамелімізді қозғаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай 4-5 бөлікке бөліп қостым. Бірден қоссаңыздар, карамельдеріңіз қатып қалуы мүмкін, сондықтан мен жасағандай жасаңыздар. Отымыздың асты әлі қосылып тұр. Сары майымызды қосамыз. Сары май жұмсақ немесе қатты болу маңызды емес. Ыстық отта еритін болады. Толығымен ерітіп алғаннан соң, осы грек жаңғақтарымызды қосамыз. Майдаланған грек жаңғақтарымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің салмамыз дайын. Жаңағы қамырымыздың үстіне бірден ыстық күйінше салмай, кішкене суытып алып, салып шығыңыздар. Бұл пирогты бір жесеңіздер, дәмі ауыздарыңыздан кетпейтін болады. Өте дәмді болып шығады. Лопатканың көмегімен барлығын біркелкі етіп, тегістеп шығамыз. Жаңағы алып қалған қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз да, өзіңізде қандай форма бар кішкентай, сол формалармен ойып аламыз. Немесе өз қалауыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Менде осындай гүл сияқты форма бар. Кесіп алып, пирогымның бетіне орналастырып шықтым. Қамырлары да өте нәзік, ауызда еритін, жұмсақ ерекше болып шығады. Осылай ақырындап алып, біртіндеп орналастырып шығамыз. Міндетті түрде осы пирогты жасап көріңіздер. Кез келген адамның көңілінен шығатын, ауызда еритін, кез келген торттан да күшті болып шығатын пирогтардың бірі. Осылай әрлеп шығатын боламыз. Одан кейін беті қып-қызыл әдем болып пісіп шығуы үшін жұмыртқаның сарысын жағыңыздар. Жағу міндетті емес, осылай жақсаңыздар түрі әдемі болып шығады. Және де мына формаларымыздың ортаңғы бөлігіне какао немесе мак қолдансаңыздар болады. Әсемдік үшін ортаңғы бөліктеріне осылай жасасаңыздар болады, әдемі көрінеді. Енді пирогымызды 180 градуста қыздырып қойған алдын ала пешімізге салып, 25-35 минут аралығында қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай пісіп шығады біздің пирогымыз. Формасынан суытып, суығаннан соң кесіңіздер.
Өте әдемі пирогтардың бірі. Қазіргі таңда хит болып жатқан пирогтар. Көрінісі қалай болып шыққан мен сіздерге кесіп көрсетейін. Жұп-жұмсақ болып шығады. Мінекей өте дәмді десе көзін жауын алатын пирогтар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.